Эсептин шарты боюнча кестеде футбол оюнчуларынын максимал жылдамдыктары менен максимал өдүөлөрү көрсөтүлгөн. Турган орнунан түзүү жол менен жүгүргөн экинчи футболчунун 10 секунттагы орун ауыстырууну табыңыз. Берилгени боюнча бизге тек экинчи футболчуну гана карастырып жатыр. Онун максимал жылдамдыгы 6 тең дейт. Метр бөлүнгөн секундка тең. Максимал өдөө 3 метр бөлүнгөн секунд квадратка тең. Табуу керек. Бизде жалпы 10 секундтагы деп тур. Сондуктан убактыбыз 10 секунд. Табуу керек жүргөн жолун. Енді біз есептің шарты бойынша өдеумен қозғалғандықтан ол жерде өдемелі қозғалыс бар. Өдемелі қозғалыс кезінде оның уақытын тауып алайық. Бастапқы жылдамдық берілмеген, сондықтан V бөлінген A деп. Жылдамдығымыз 6-ға тең, өдеуіміз 3-ге тең, сонда ол 2 секунд өдемелі қозғалды. Жалпы бізде 10 секунд жүрілген деп тұр. 10 секундтың ішінде оның 2 секунды өдемелі қозғалған болса, ал қалған уақыты оның бір қалыпты қозғалған болады. Сонда біздің жалпы уақытымыз өдемелі қозғалысқа кеткен уақытпен бір қалыпты қозғалысқа кеткен уақыттың қосындысына тең. Осыдан бір қалыпқа кеткен уақыттың қосындысын тапсақ, жалпы уақыттан өдемелі уақытымызды азайтып аламыз. 10-нан 2-ні азайтсақ, 8 секунд бойы ол бір қалыпты жүрген екен. Өдемелі қозғалыс кезінде оның жүрген жолы бастапқы жылдамдық жоқ болғандықтан өдеу көбейтілген Т өдемелі қозғалыстың квадраты бөлінген 2 болды. Орнына қоямыз. Өдеуіміз 3-ке тең. Өдемелі уақытымыз 2 секунд. 2-нің квадраты 4 бөлінген 2. Сонда 6 метр жолды өдемелі қозғалған. Келесі бір қалыпты қозғалыс кезінде жүрген жолы, ол жылдамдық көбейтілген Т бір қалыпты қозғалысқа кеткен уақыты. Жылдамдығымыз 6, уақытымыз 8. Көбейтсек 48 метрға тең болды. Енді біз жалпы жүрілген жолды табатын болсақ, өдемелі қозғалыс кезінде жүрген жол мен бір қалыпты қозғалыс кезінде жүрген жолдың қосындысын аламыз. 6-ға қосамыз 48-ді. Жалпы 10 секундта бұл 54 метр жол жүрген екен. Жауабы 54 метр.